Баюды көксеген кісі. Бабылдық қостон-қолақты арба жасайтын бансыр шебердің ұнжырғасы түсіп кеткен. Аласа дуалға отырып алып, айнала шолып еді, көзіне өзінің тоқалтамымен қақпасы айқара ашық шағын шеберханасы түсті. Одан әлі бітпеген арба көрінеді. Есік саңылауынан күйбеңдеген әйелде көрініп қояды. Оның анда-санда күйеуіне ұрлана қарап қоюынан ет салынған қаптың да босағанын байқауға болады. Демек, бансырға балға мен балтаны алып, арбаның жақтауына былғарысын керіп, арбаның бұдырын тегістеп, көркемдей бояп, ауқатты біреуге сату керек деген сөз. Бірақ оның шымыр денесі орнынан қозғалар емес. Басты тұмшалаған ойлар алуан мәселені қопсытып, оның бірде-біреуіне жауап табатын түрі жоқ. Оның үстіне Ефрат ойпатына тән ыстық күнде аяйтын түрі жоқ. Әр сәулесі жебедей қадалады. Шебер мойнынан сорғалған тердің жұмбасқан төсіне барып құйылып жатқанында сезер емес. Оның үйінің ар жағында патша сарайын қоршаған сатылы дуал көкке ұмтыла түсетіндей көрінеді. Дуал жанында жайғасқан Ваала тәуқанасының алуан жарқын түске боялған мұнарасының ұшы аспан тіреп тұрғандай асқақ. Осы бір құдіретті көріністің қалқасында барынша мыжырайған, қаптаған лашық үйлердің арасында Бансырдікі да өзінше орын теуіпті. Бабылда барынша асқақтық пен бейшаралық көрініс қатар қоныстанып, көзге түрткен байлық пен жанарды жүдеткен жұпынылық ешбір жоспарсыз әрі жүйесіз былыға жайғасқан. Егерде ол айналаға көз салудан жалықпаса, байлардың сыңғырлаған күймелерін, сығылысқан сәнді шапаталы саудагерлер мен жалаңаяқ кедейлерді көрер еді. Арбалы байлардың өзі патшаның аспалы бағын суару үшін меспен су тасыған құлдарға жол беріп ығысқан болар еді. Бансырда қаланың ығы-жығы тірлігіне назар аударатын қал жоқ. Оның басы бірі кіріп, бірі шыққан ойлардан босар емес. Оны тек қана әлде бір шекті аспаптың дыңғырлаған дыбысы селт еткізді. Ол жалт қараса, алдында ыржиған қалпы өзінің күйші досы Қобби екен. Жаратқан жарылқасын досым деп бастады Қобби өзінің жарқын сәлемін. Шамасы шынымен де солай болған секілді ғой, бос отырған түріңе қарағанда. Сенің бұл жетістігіңе жол болсын, тіпті оны бөлісуге де әзірмін. Сенің әмияның толы болды ғой, әйтпесе шеберханада ақ тер көктер болып жатар едің. Сондықтан одан бейшара 2 шекелді маған шығара ғой, төрелердің бүгінгі кешкі салтанатына дейін. Сен ол 2 шекелдің өзіңе сол күйінде қалай оралғанында байқамай қаласың. Менде 2 шекел болса деп міңгірледі Бансыр. Оны ешкімге, тіпті саған да бермес едім. Өйткені менің барым да, нарым да сол болар еді. Ал бар байлығын кім береді, досым-ау? Не естіп тұрмын осы мен? Қобби қайран қала дауыстады. Әмияныңда бірде-бір шекел болмаса, не істеп отырсың? Дуалға орнатқан мүсінге ұқсап ойбай-ау. Анау арбаны неге бітірмейсің? Сен қалайша менің тәп-тәуір тәбетімді қанағаттандырмақсың, Мына тұрсың саған ұқсамайды, досым. Сенің арындаған қуатың қайда? Сені қай албасты басты екен? Бұл мен үшін жаратқанның сынағы болар деп келсе кетті Бансыр. Бәрі де менің бір түс көргенімнен басталды. Қайдағы бір оңбаған түс көрді. Түсімде мен шылқыған бай болып кетіппін. Белдігімде ақша толы әдемі шилан. Ондағы ақшаның көптігі сондай кедейлерге тегін шашсамда бітпеді. Ішінде күміс ақша бар екен. Оған не керектің бәрін алдым. Тіпті әйеліме түрлі әшекейде сатып алыппын. Әмиянда толған алтын ақша да бар екен. Оны болашаққа деп қойып, күмісін жұмсаудан қорықпадым. Мені қуаныш кернеді. Сол кезде мені көрсең, танымас едің. Тіпті әйелімді де танудан қалар едің шіркін. Оның беті тегістеліп, әжім қалмаған қуаныштан жүз сәуле шашады. Тура баяғы неке тойымыздағы бақытты қалыңдық секілді.
Айтарым жоқ, керемет түс екен, деп келсе кетті Қобби. Ендеше неге осындай жайлы түстен соң дуал түбіндегі құлпы тас секілді қатып қалдың? Неге дейсің? Ояна келгенде қабысқан әмияным есіме түсіп, жүрегім айнып кетті. Онан да түсімді бірге жорайық. Екеумізде бір қайықтағы адамбыз ғой. Есіңде ғой, бала кезде абыздарға барып, бірге оққанымыз, бірге ойнадық. Есейе келе достығымыз жалғасты. Екеумізде сағаттап тапқанымызды мезеттеп жұмсайтынбыз. Сол кезде біздің табысымыз жақсы еді ғой. Енді міне байлықты түсте ғана көретін болдық. Енді айуан болмаған жеріміз қалды ма? Оның үстіне мекеніміз әлемдегі ең бай қала. Айналамыз толған ырыс, береке, ал бізге содан бұйыратын емес. Жарты ғұмырды бейнетпен өткізіп, осыған әмияныңды маған тосып 2 шекел сұрап тұрғаның мынау. Оған қандай жауап болу мүмкін енді? Мен саған мә ала ғой әмиянды. Сен мен қашанда бөлісуге даярмын дедім бе? Жоқ досым, менің әмиянымда сенікіндей қабысып жатыр. Екеумізге не болды? Бізде неге күміс те, алтын да жоқ? Неге ішерге ас, киерге киім жоқ? Оның үстіне ұлдарымызды ойласақ, тіпті бас қатады. Жалғастыра түсті Бансыр. Олар бізді өкшелеп өсіп келеді ғой. Олар да, жанұялары да, олардың түп-тұқияндары да осылайша жұпыны ғұмыр кешпек пе? Айналаны алтын басып жатқанда. Олардың да кешкі асы ешкі сүті мен сұлы ботқа болып қалмақ па? Бансыр, қанша дос болсақ та сен мұндай әңгімені бұрын айтпапсың. Қобби кәдімгідей абыржып қалды. Мен бұрын бұлайша ойламаппын. Ертеңнен кешке дейін осы өлкедегі ең жайлы арбаны істеп жүре беріппін. Жаратқанның мені бір күні байлықпен жарылқайтынына сеніп жүре беріппін. Оның болатын түрі жоқ. Ойлап тұрсам, олай болмайды екен. Жүрегім содан да езіліп тұр. Менің байығым келеді. Мен де жер мен малдың болуын қалаймын. Мен де үлбіреген жұқа киім киіп, әменді ақша сыңғыры болғанын тілеймін. Енді бойымда күш, басымда ми қалғанша еңбегімнің еш болмауын қалаймын. Бізге не болды сонша? Досым, айтшы. Жұрттың алтынға алып жатқан нәрселері бізге неге бұйырмайды? Білсем айтар едім, деді Қобби. Маған да жеңіл дейсің бе? Лирамен күй тартып тапқан ақшам сол бойда жұмсалып құриды. Ылғи да жаням ашықпасын деп сандалып жүргенім осы. Мен де өзімше аңсаған күйлерімнің бәрін тартатындай үлкен лира аспап болған ойлаймын да жүремін. Ондай аспапты тартқанымда патша да күйімде елтіп тыңдар еді. Иә, жақсы болар еді. Бабылда бірде-бір кісі сен секілді күй тарта алмайды ғой. Сен күйді күмбірлеткенде патша түгілі аспандағы періштелерді елтейді емес пе? Бірақ оған жетер күн қайда? Егер екеумізде патша құлдарына парапар тақыр кедейміз. Қоңырауды естідің бе? Әне, олар да келеді. Ол қаз-қатар тізіліп, өзеннен сүрлеуді бойлап келе жатқан жартылай жалаңаш бойларын тер жуған су тасушы құлдарын нұсқады. Олар 5 қатарға тізіліп, су толы ауыр месті көтеріп бүкшейген күйі тар көшеде қаптап келеді. Аналарды айдап келе жатқан кісіге қара. Қобби құл легін бастаған қоңыраулы кісіге қолын нұсқады. Тұлғасы да бар екен. Құл легінде талай тұлға бар. Олар да біз секілді адамдар. Анау ақсарылары солтүстік жақтан, қоңырқай түстілері көрші елдерден. Бірақ бәрі де өзен мен бақ арасында күн сайын жылдап сандалып су тасып ғұмыр өткізуде. Келешектерінде жақсылықтың нышаны жоқ. Төсекке саман бөстек, асқа жартылай пісі дақыл. Бейшаралардың халы аянышты. Иә, аянышты-ақ. Бұлай қарағанда біздің де осылардан айырмамыз бар ма? Тек қана бостандықтамыз. Оның рас Қобби. Басты тұнжыр ой баса түседі. Жылдарымды құлдық тірлікпен өткізгім келмейді. Ылғи да жұмыс. Үзіліс болсайшы бір. Бәлкім, жұртқа алтынның қалайша бұйыратынын білу керек шығар.
Сосын солаша әрекеттеніп көрсек, деп ұсынды Хобби. Мүмкін бір кілтипан бар шығар. Сұрастырып көркірек екен, деп қостады ойлы жүзбен Бансыр. Айтпақшы, мен бүгін ескі досымыз Арқатты көрдім. Алтын арбасында келеді екен. Басқалардай ол теріс қараған жоқ. Керісінше, менімен күлімсірей қолын бұлғап сәлемдескен жұрттың бәрі де байқады. Өзі сондай кішіпейіл. Жұрт оны Бабылдағы ең бай адам деп жүр ғой. Бансыр толғана сөйледі. Оның байығаны сондай, тіпті қазынасы ортайғанда оған патшаның да жүгінуіне тура келеді. Қарай көр, байлықтың қауқарына. Оны қараңғы жерде кезіктіре қалсам, дереу әмиянын сипап қаламын ба деп қорқам. Оның жай сандырақ, деді Хобби. Байлық белге қыстырған шиланда болмайды. Қандай қампиған әмиянда қапсады, егер оны толтырып тұратын алтын жылға болмаса. Арқат қаншама жомарттық көрсетсе де, оның әмиянын қабыстырмайтын табыс көзі бар. Табыс дегенің дүние ғой, деп онымен келісті Бансыр. Дуал түбінде отырғанымда, болмаса шетел кезіп кеткенімде менің әмияныма ақша құятын табыс көзі болса ғой. Оның жолын Арқат білу керек. Бәлкім ол менің топас басыма ұқтырар. Менімше, ол бұл ілімді өзінің ұлы Намасарға оқытқан болар. Ол Ниневияға барып, сондағы мейманханада тұрып ақ, әкесінің ақылымен сол қаланың байларының біріне айналыпты. Хобби, сен маған жақсы ой тастадың. Бансыр жанарында ұшқын жылт етті. Ескі достан ақыл кеңесті тегін алуға болады ғой. Ал Арқат біздің ортақ досымыз. Енді біздің әмиянымыздың сұңқардың былтырғы ұясындай қаңырағаны басты қатырмау керек. Байлықтың ортасында отырып, ақшасыз жүруден әбден жалықтым. Байығым келеді. Қанеки Арқатқа барып, табыс табу жолын сұрайық. Мен бірдеңені ұққан секілдімін, Бансыр. Біздің баю тәсілін неге білмей келгенімізді енді түсіндім. Біз оны мүлдем іздемеппіз. Сен Бабылдағы ең жақсы арба жасаумен жүріпсің. Сенің бар қабілетің соған жұмсалыпты. Сондықтан сенің байлыққа қолың жетпеді. Ал мен лираны ең озат тартушы болсам да, кедейліктен арылмадым. Кеттік, дәл қазір Арқатқа, деді Бансыр. Ауыртпалықта жүрген достарымыздың бәрін де шақырайық. Олар да үйренсін. Сен ылғи да менің таныстарымның ішіндегі ең ақылдысысың, Бансыр. Сондықтан да сенің достарың көп. Айтқаның болсын. Қазір бәрін жинап барайық ендеше.